Сәлем, болашақ аналар. Бүгін сіздермен тағы да жүктілікті жоспарлау туралы ақпараттармен бөліскім келіп отыр. Жүктілікті 100% ерлі-зайыпты дайындалып жоспарлағанның өзінде 90% дені сау бала туылуы мүмкін, оның 10% әртүрлі тағы да тұқым қуалау, генетикалық, хромосомалық ауруларға, экологияға, тағы да басқа себептерге байланысты ол ауру болып туылуы мүмкін. Сондықтан сіздерге бірнеше лайфхактар айтайын. Жүкті боларда ерлі зайыпты баланың дені сау болып туылуына екеуі бірдей жауапты. Бірнеше бөлімдерге бөліп айтып кетейін. Әйел, еркек екеуі бірдей осы жүктілікті жоспарлаймын деген кезде дәрігердің кеңесін алып тексерілу керек. Ер азамат урологқа барып тексеріледі, дені сау деп ойлағанның өзінде әйел адам гинекологқа барып тексерілу керек. Негізінде қазір Қазақстандағы статистика бойынша әрбір жанұялық жұпта 6-шы жанұяда жаңағы бедеулік кездесіп жатыр. Ол ер азаматта да болуы мүмкін, әйел азаматта да болуы мүмкін. Бұрынғы кезде көп жаңағы бедеулікті, белсіздіктің болған себептерін әйел адамға жаба салатын. Қазір көп статистикалық көрсеткіштер бойынша ер азаматтарда өте ұрықтың сапасы нашар, немесе азоспермия дейді, белсіздік белең алуда. Сондықтан да мен еркекпін, мен әйелмін демей бірден тексерілу қажет. Бұл өте маңызды. Бұл жерде мен өзімнің практикамда өткен бір мысалмен айтқым келеді. Бір ер азамат 3 рет тұрмыс құрады, 3 рет келіншек алады. Бірінші семьясында бала мүлдем болмайды. Бірінші семьяда әйел қарала береді, гинекологқа бара береді, тексеріле береді. Ер азамат бір рет дәрігерге бармайды, соңында бала болмайды, 1 жылдан кейін ажырасып кетеді. Екінші рет жаңағы ер азамат үйленеді, тағы да әйелі бар, мүмкін менде шығар проблема деп гинекологқа барады, қаралады. Ер азамат тағы да менде бәрі жақсы, менде бәрі күшті, мен еркекпін деп тағы да қаралмайды. Бұл екінші ретте де бала болмай 3 жылдан кейін ажырасып кетеді. Одан кейін ер азамат үйлену керек, тағы да жүреді, бірнеше жылдан кейін келіншек алады, 3-ші рет попытка жасайды. 3-ші рет попытка жасаған кезде ғана ол әйелімен бірге, әйелі әрең оны жаңағы уговаривать етіп дәрігерге алып келеді да, тексертсе, ұрықтың сапасы 0 болып шығады. Ұрықтың сапасы өте нашар болып шығады. Сонда бұл жерде айтқым келгені, таяқтың әрине 2 ұшы да бар. Дені сау бала босану үшін 2 жұп дайындалу керек. Және айтқым келгені, әйел адамдардың тексерілуіне өте көп қаражат кетеді, өте көп тексерілуден өтеді. Бір қынжылғаным, ер азамат сол кезде бірінші келіншек алған кезде тексерілгенде, олай бұл 3 рет жаңағы жанұя болмайтын еді. Қаншама әйелдің обалына қалды. Ер азаматтарда тексерілу аз, диагностикаға аз ақша кетеді. Сондықтан айтатын кеңесім, бірден 2 жұп жауапты болғандықтан бірден қаралып, кімде қандай денсаулық жағынан ақау бар, соны емделсе, оңай, тез, ешқандай қиналмай, осындай ситуацияларға түспей, сіз оңай жүкті бола аласыздар. Айтатын тағы бір үлкен тақырып бұл жүктіліктің арасы. Оны медицина тілінде интергенетический интервал деп айтады. Яғни босанған әйел келесі жүктілікті кем дегенде 2 немесе 3 жылдан кейін, яғни баласы 2-3 жасқа толғанда ғана жүктілікті жоспарлап, жүктілікті көтеру керек. Мен осындай күнде бірнеше пациенттерді қараймын. Ультрадыбысты зерттеу кезінде бірінші скринингқа, екінші скринингқа маған жүкті әйелдер келеді. Бірақ
интергенетический интервалды әйелдер қазір өте көп сақтамайды. Бұл яғни жаңағы әйелдің жаңағы сауатсыздығы, сұрайсың, білмей қалдым, емізіп жүріп көтеріп қойдым, сақтанбадым деген әртүрлі себептерді айтады. Неге сіз жүктіліктің арасын 2-3 жыл хотя бы сақтамадыңыз деген кезде. Бұның бір минусы, жүкті әйел ультрадыбысты зерттеуге келді, оның жанында жолдасы 7 айлық немесе 9 айлық баланы көтеріп алған. Ол әлі анасынан ажырағысы келмейді, тек қана үйде анасын көреді. Ол жүкті әйел өзі жүкті, ол мазасызданып, кішкене шаршаған, бір жағынан 8 айлық баланы күйеуі көтеріп тұр, ол мамасынан ажыраған үшін ол жылап жатыр. Ал мен мына жерде толығымен баланың дені сау ма, барлығын аяқ, қол, саусақ, көз, мұрын, асқазан, ішек, жүректің бәрін толығымен қарап беру керекпін. Жүкті әйел осында кеп тыныш жату керек. Мен толығымен оған қарап беру керекпін. Әйел мазасызданып жатыр, бала күйеуінің қолында ол жылап жатыр. Одан қалса кейбіреулер 1,5 жастағы баланы жанына ертіп келеді. Сонда бұл жерде мүлдем жүктіліктің интервалын сақтау, интергенетический периодты сақтау бұзылған. Яғни бұл жерде әйелдің денсаулығы нашарлайды. Әйел өзін толық дефициттармен толықтырып алмай, бүкіл баланы босанған кезде бүкіл макро-микроэлементтеріңіз, енді жаңару процесс бүкіл балаға өтеді, бүкіл кальций. Сіз оны денсаулығын толықтырмай, дефициттерді, витаминдерді ішіп, ағзаны өз қалпына келтірмей, ол жаңағы 8 айдан кейін тағы да жүкті болып отыр. Бұл өте бір ойнап күліп айтатын нәрсе емес. Кейбір әйелдер келеді, қатарынан босанып алайын дедім деген осындай әңгімелер айтады. Бұл енді медициналық дәрігер ретінде бұл өте үлкен жаңағы денсаулықтың бұзылысына, үлкен жаңағы стресске алып келеді. Сондықтан жүктілікті жоспарлағанда болашақ аналар, келіншектер, қайта болған жүкті аналарға айтқым келгені, жүктілікті 2-3 жылдан кейін сақтаңыздар. Және тағы да бір үлкен мысалы айтатын нәрсе, кейбір аналарда қазір өте көп кездеседі. Екі әйелдің үшіншісінде кесарево сечение, кесар тілігі жасалынған. Не үшін? Тағы да денсаулықтың нашарлығынан. Маған кеше ғана бір пациент келді, жаңағы кесар тілігі жасалғанына 3 ай болған, жаңағы емізіп жүрген анамыз тағы да 4 апталық жүктілік. Бұл кезде не істейді әйел? Өзі баланы енді босанды, әлі 3 ай болды, баланы емізіп жүр омыраумен. Ал ол не істейді? Бұл жерде ол баланы сақтап қалмайды, себебі кесар тілігі, жаңадан операция жасалған. Бұл абортқа кетеді. Бұл да өте үлкен болашақта әйелдің денсаулығына кесірін, зиянын тигізетін ауруларға, жаңағы киста, миома, эндометриозға алып келеді. Сондықтан алдын алуды қыздар ойлаймыз, жоспарлаймыз, сақтанамыз. Яғни контрацепцияның түрлері көп, сақтанамыз, кеңес аламыз, өз денсаулығымызға қараймыз. Тағы да бір айтып кететін тақырып бұл болашақ ананың жасы. Жас ерекшеліктері. Бұл жерде 19-35 жас арасын ұстаған дұрыс. Яғни 19 жастан төмен болса, бұл ерте жүктілік. Маған жаңағы 16 жаста, 17 жаста да, жасөспірім жаста жүкті болып келіп жатқан аналарда бар. Бұл өте ерте жүктілік болып есептелінеді. Бұл жерде асқынулар көп, сондықтан ағза толық ана болуға дайын болған жас бұл 19 жас. Осы 19 жастан бастап жүкті болуға дайындалсаңыздар болады. Және 35 жасқа дейін, негізінде 35 жасқа дейін босанып үлгерсеңіздер болады. 35 жастан кейін ол жас қосқан сайын әйелдің ағзасы да
табиғаттың заңымен жұмыс жасайды да ол өзгереді. Қазір енді көптеген жаңағы ғылыми зерттеулер, нанотехнология, ғылым барлығы бір орында тұрған жоқ. Күннен күнге осылай өсіп дамып жатыр. Сонымен қатар бізде ауруларымыз да дамып өсіп жатыр, азаймай жатыр. Қаншалықты жұмыс жасағанмен де бізде қазір енді жаңағы внематочная беременность дейді, жатырдан тыс жүктілік болып жатыр, иә. Ол кезде енді екі жақтан да жаңағы труба жатыр түтікшелерін алып тастайды да, әйелдер мысалы экоға баруға тура келеді, себебі жатыр түтіктері жоқ да. Сондай әртүрлі әйелдің осындай отягощенный акушерский анамнезіне байланысты жаңағы экоцентрлар ашылған, экоға аналарымыз барып жатыр да. Бірақ дені сау, көптеген жаңа физиологиялық жүктілікті осы жатырда өткізетін, физиологиялық жүктілікті көтере алатын аналарымыздың өзі жүкті болуға асықпай жүр. Неге? Себебі карьера қуып жүр, жұмыс жасап жүр. Немесе мен жүкті болсам, осындай әдемі күйімнен фигурам бұзылып кетеді деген сияқты әртүрлі себептермен жұмыс жасай алмай қаламын. Немесе бұл жаңағы уже жүкті болмаудың психосоматикасын айтып кеттім сіздерге. Сондай әйелдер жаңағы модаға айналды да. Карьерамды құрып алайын, машинамды алып алайын, әдемі жаңағы үйімді сатып алайын, немесе шетелге барып саяхат жасап алайын деп осылай уақытты өткізіп жатыр да. Сондықтан әр нәрсенің өзі уақыты бар. Алла тағаланың осындай табиғаттан берген қыз тұрмысқа шығатын кезде шығу керек, бала босанатын кезде босану керек, еріне қызмет ететін кезде қызмет ету керек деген сияқты да. Бұл жүктілікті жоспарлап босанатын кезде денсау баланы босану керек. Осы жас аралығына жаңағы үлкен мән береміз. Осымен мен видеомды аяқтағым келіп отыр. Егер сіздерді бір мазалап жатқан сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздердің комментарийдағы ең ауқымды, маңызды деген сұрақтарды мен келесі видеоларда талдайтын боламын.